Ертеде Юнус пайғамбар болған екен. Оның елінде адамдар Алланы ұмытып көп бұзақылық жасайтын. Юнус пайғамбар адамдарға келіп, Аллаға құлшылық жасаңдар, жаман істерден аулақ болыңдар дейді. Алайда адамдар оны тыңдамайды. Юнус пайғамбар адамдардың іс әрекетіне ренжіп, ашуланып, оларды тастап, елден шығып кетеді. Судың жағасындағы адамдармен бірге кемеге отырып, алысқа кетпекші болады. Теңіз ортасына келгенде қатты дауыл тұрып, кеменің іші суға тола бастайды. Кемеде адамдар көп еді. Адамдар азайса, кеме суға батпай, аман қалады деп жеребе тастайды. 3 рет жеребе тастаса да, Юнустың есімі шыға берді. Сөйтіп, Юнус пайғамбар теңізге секіріп кетеді. Оны алып кит жұтып қояды. Юнус пайғамбар көзін ашса, киттің қарнында екен. Ол Алладан көмек сұрай бастайды. Көп күндер бойы Алладан кешірім сұрайды. Себебі ол өз еліне ашуланғаны үшін, тастап кеткені үшін қатты өкінді. Біраз күндерден соң алып кит Юнус пайғамбарды Алланың бұйрығымен аузынан шығарып тастайды. Әбден ашыққан, әлсіреген Юнус пайғамбар еліне келсе, адамдар бұзақылықтарын қойып, Аллаға құлшылық жасай бастапты.